Бағал жамауат, Аллах Субханаху Тааля кесіні сыйлы китабында айтады: «Инна иддата шухури инда Аллахи ithna ашара шахран фи китабиллахи яума халака самавати вал ард минха арбаату хурум залика динул қаййим фала тазлиму фихинна анфусакум». Аллах Субханаху Тааля сыйлы китабында айтады: «Кертіді Аллах Субханаху Тааляны жерні де, көклені де жаратқан күнді 12 ай етіп жаратқан дейді. Аладан 4-сі құрметлі айлалла дейді. Алада кесі-кесігізге артықлық етмегіз дейді. Аллах Субханаху Тааля 12 айны жаратқан, аладан 4-сі құрметлі айлалла дейді. Пайғамбар Аллахың саламы аңа болсын кесін хадисінде айтады: «Ас-санату ithna ашара шахран минха арбаату хурум саласа мутавалият зул-қи'дату ва зул-хиджа вал-мухаррам ва раджаб». Пайғамбар Аллахың саламы аңа болсын айтады: жылда 12 ай бар дейді. Аладан 4-сі құрметліді, 3-сі бір-біріні ызынан баралла, зул-қи'да, зул-хиджа, мухаррам, сора раджаб ай дейді. Раджаб айны сүннен бір-екі сөз айтырға ізлейім. Раджаб айны сүннен айтқан шығадері құрметлі айла. Ала мағанасы неді? Ол құрметлі айланы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кесіні пайғамбарлық кезуінде аңға дәрі Құрайшлені төрелерінде ол құрметлі айлада ұруш етселі ұрушлары тоқтайды. Бір-бірлері біле түйісселі ол кезуге түйішлерін қойылы. Ол сыйлы айлы, ол айланы құрметлері бар, ол айланы құрметлерін Құрайшлі де білейлі. Артта Аллах Субханаху Тааля кесіні сыйлы китабында да, Пайғамбар Аллахың саламы аңа болсын, хадислерінде де ол құрметлікні чертіп, айтып, жерінде қояды. Қатада айтады, Абдулла ибн Аббасыны соқталарынан бірі табиғилені әлімлерінен Қатада айтады: «Инна зульма фи шахрил харами а'заму хати'a ва визран мин зульми фи масива». Қатада айтады: құрметлі айлада етілінген терсліклі, артықлықла, башқа айладан етілінгеннен есі ұллут дейді, күнақлығы да, соруы да. Ол құрметлі айда етілінген терсліклі, башқа айлада чәтүйілі дейді. Аны сыйын намысын көрге керек біз, кес-кесібізін де күнақтан, терсліктен тиярға керек біз. Алай біз қар заманда Аллах Субханаху Тааля бізге бір затны етме десе, бір затта бір жерде кесіңі сақла десе, артықлық етме кесіңе десе, біз не кесе де Аллах Субханаху Тааляға қажау барғанша, аны сөзіні қажау тұрып, кес-кесімізге артықлық етіп башлаймыз. Артықлыға не деді? Ол арыдар етмеген күнақларыбызны еткенде түйілді. Алай олда күнақлыққа кірет, алай ол ұрлаған, өтірік айтқан, зина еткен, адамға артықлық еткен, ол күнақланы сүннен айтмай ма? Аннан да ұлы күнақны сүннен айтама. Ола Аллах Субханаху Тааляны шериятына қошақлық еткен. Аллах Субханаху Тааля бұйырмаған затланы етіп, Аллаға ес бұрып күрешкені біз. Бүтін да бек, Аллах Субханаху Тааля ол құрмет берген Раджаб айында біз ол затны етіп башлайбыз. Дінге қошақлық етебіз. Не затта? Біріншісі, Раджаб айны бірінші күнін башланған күнін сыйлағаны біз. Сыйлағалары дейік. Бірінші жұмасын сыйлаған, ол да бүгін. Бірінші жұмасыны кечесін сыйлаған. Кечесін сыйлаған күндізін де орта күнні, төней күнні ораза тұтқан. Ораза тұтқан орта күнде, баш күнде ол сүннетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетлері. Алай ол сүннетінің ниетін тұтмағалайына Раджаб айны бірінші жұмасыны кечесін неде аналында орта күнні ораза тұтқан деген ниетіні сүннен айтама. Аны сүннен біздің алимлер біз не айталла? Ол күллені сыйлағалла. Ол күлледе кеслеріне енші ораза тұтып, неде намаз етіп күрешкелі, аланы көктен ала болмазла, ала бір жерден
bir zat bilibete bolurlar dep сагыш етерге болдукбуз. Алай сөз үчүн тарихибизде улуу алимлерден бири, ағы да, қарасы да, жашылы да, қайсы түрлісі да сыйын намысын көрген алимлерибизден бири, ол да Ибн аль-Хаджар аль-Аскалани. Имам Бухарини хадис жыйымдыгын аңлатып, тафсир етіп, шарх етіп, алыбызда турган Фатхул Барини жазган. Ибн аль-Хаджар айтады: Рajab ayını ораза tutkan, ne de Rajab ayını küllerinden bir günün ençi etip orazа tutkan, küllerinde keçelerinde bir ençi namaz etken deydi. Namaz etken ol dinde bolmagan zattı, anı sünnen bir kerti hadis kelmegen deydi. İbn al-Hajar Askalani aytadı. Bir tüs hadis anı sünnen kelmegen deydi. Anı gibi ataytılıngan alimlerimizden biri İbn Rajab al-Hanbali Hafiz aytadı. Rajab ayını orazа tutkan, ne de küllerinden bir günün orazа tutup, ne de bir ençi namazını etken deydi. Ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ne anı ashablarından kelmegen zattı deydi. Anı bila kalmağallayına tabi'illeden biri İbn al-Hurri alay aytadı. Omar radiyallahu anhu'nu körgenme deydi. Omar radiyallahu anhu'nu körgenme, Rajab ayda orazа tutkallanı kollarına tüyüt deydi. Rajab ayda orazа tutkallanı kollarına uruyut deydi. Sonra bulay aytıyt deydi. Kulu fa innama huwa şahrun kana yuazzimuha ahlul cahiliye. Aşağız deydi. Orazağızını açığız. Bu ayını cahiliyanı ahulları sıyın namısın kötürgen ayt deydi. Omar radiyallahu anhu orazа tutkallarını kollarına urup orazalarını açtırıyt deydi. Bu cahiliyede, Rajab ayını cahiliyede İslam'a deri sıyın namısın kötürüyle aşağız deb aytıyt deydi. Ol orazа tutkanını üstünden, namaz etkenini üstünden. Rajab ayda bir günü ençilep köp jerde aytılıngan detedi. Çalma börklü anı ayamağallayına anda da mında da жазған da aytkan da etip, halkın içinde bir ulu akşılıktan kuru kalasız anı etigizdegeleyine turallar. Ol da birinci cumanı keçesinde aşkam bula jasını ortasında etilingen namaz Salatur Ra'aib. Ra'aibni namazı deydiler. Ol namazını etkenini üstünden köp türlü tavruqla keltirildi. Anı üstünden Hafiz İbn Rajab aytadı. As-salatu ra'aib fi awwali leyletil cum'a min şehri Rajab kâzibun ve batilun la tasihhu. Hâzihi salatun bid'atun inda cumhurul ulema. Hafiz İbn Rajab aytadı. Rajab'nın birinci cumasını keçesinde Ra'aib degen namazını etken deydi. Ol namazını kılgan deydi. Ol ötürüktü deydi. Ol ötürüktü tersti, tüzlügü joktu deydi. Alimleni cumhurunda ol zat joktu deydi. Cumhur alimlede ol zat tersti deydi. Tersti demeydi, bid'at deydi. Dinge koşaklıktı deydi. Ol cumhur alimlerin içlerinde kimle vardılar? Ashabla tabi'ille 4 imamımız. İmam Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbal. Ol 4 imamda da Allah'dan sonra kelgen Allah'ın zamanlarında bulgan alimlerde ol zat bid'at deydi. İbn el-Qayyim aytadı. وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كاذب مفترى. İbn el-Qayyim aytadı. Rajab ayda orazа tutkan,
Күлләреннән bir күнін ençelep ораза tutkan ne de bir ençi namazını etken deydi. Ol kuralgan ötürüktü deydi. Ol kuralgan ötürüktü deydi. O ötürük kaçan çıkkandı? 4. ömürden sonra 5. ömürünü alında çıkkan dinge koşaklıklardan biridir. Anı sünnen türlü hadisle bardılar. Atalıngan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e atalıngan ötürük hadisle barla. İbn el-Hacer anı sünnen kesi ençi iş etip o hadislerini jiyip kitap yazgandı. 32 hadis vardı. Racab'ını, akşalığını üstünden, orazasını, akşalığını üstünden, anda etilingen namazını, Salat-ı Ra'aib'ni, akşalığını üstünden 32 hadis vardı. 11 hadis qarusuz hadislerle İbn el-Hacer ala-bula hayırlanırga jaramaydı deydi. 21 hadise kuralgan ötürük hadislerle. 32 hadis anı sünnen barısı da qarusuzla ötürüklerle. Sonra alanı sanay ketet de alay aytadı. Racab ayını akşılığını üstünden deydi. Şeklik bolmazca Жаңызda bir kavim hadis var deydi. Ol hadislerde de Peygamber Allah'ın salamı anlab olsun. Racab ay hürmetli aydı. Ol 4 aydan biri degenini aytat deydi. Ondan sonra ne orazasın, ne namazın, ne başka zatın akşılap ençiligin aytıp kelgen tüs hadis joktum. Anıbada kalmağallayına Racab ayga dağı da bir zatını ataydılar. Ol da Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anlab olsun. İsra bila Mi'rajga çıkkanı günü ol da Racab aydat deyli. Anıbada Racab ayını ençi etip sıylarga küreşerler. İsra bila Mi'raj o Allah subhanahu ta'ala'nı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bergen seyir zatlarından biridir, darajasıdır. Ol bolğanına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesini sanı bila, çarxı bila, akıllı bila ol jumuşqa katışqana biz tolu inanabız. Anı sünnen ayatla da barla, anı sünnen tüs hadisle de bardılar. Ol şekli bolurça zat tüyüldü. Alay ol İsra bila Mi'raj qaysı ayda bolğandı, qaysı günde bolğandı. Anı bada kalmağallayına qaysı yılda bolğanına şeklik bardı alimlerin ortasında. Alimle kesip atarça ma bu yılda bolğan dep aytmaydılar. Bu ayda bolğan dep aytalmaydılar. Günü sünnen habarda barmaydı. Alay anı sünde alimlerin ortasında 10 türlü oyun vardı. Birle aytalla ol Racab ayda bolğan dep. Birle aytalla ol Rabi'ul Awwal'da bolğan dep. Birle aytalla Rabi'ul Thani'de bolğan dep. Birle aytalla ol Ramazan'da bolğan dep. Birle aytalla Şevval'da bolğan dep. Birle aytalla Zulqa'da'da bolğan dep. Oyumla köptüle. Alayol oyumlanı içinde em qarusuzu Racab ayını 27. gününde bolğan degeni va em qarusuzudu. Bize ol günü ençelep ullu jilula, ullu bayramla eterikle bir kavimla. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ol İsra ile Mi'rajga çıkkanında aytılıngan sözle, düşken buyrukla, ala ullu mağanalı zatlarla. Alan üstlerinden aytıp, hutbalada, derslede aytıp turgan tiyişledi, köp ilmunu, köp mağananı çıkarga bolduktu. Alay Allah subhanahu ta'ala bizge kerekli zat bolsaydı, anı qaysı günde, qaysı ayda bolğanı, anı bizge bildirmegenleyine koyarık tüyledi. Ol ümmetke katışıllık tüyledi. Alay yani qaysı gününde, qaysı ayında bolğanda tüyüldü mağana. Mağana ol jumuşnu kesindeydi. Ol jumuşnu kesinde izlerge kerekti mağananı. Anı gününde. Oğay. İbn Hacer aytadı. İbn el-Hacer aytadı. Amma ma yaqulu qissasun vel mufassiruna min anna İsra vel Mi'raj kana fi Racabin fezalika kezibun. İbn Hacer aytadı. Haparla aytuvçular bula deydi. Tarihçi, tavrıqçular bula. Tafsirçiler deydi.
айтқаны дейді, ол Ражаб айда болғанды Исра бла Ми'раж дегені ола өтірікті дейді. Ибн Хаджар ол затқа инанмайды, аңа шағат жоқты дейді. Ибн Хаджардан сорада башқа әлімле аны үстінен айталла, аңа инанғалла да бардыла. Аланшылерінде атайтылыңан ұлы әлімеден бірі имам Навауи Ражаб айда болған дейді. Исра бла Ми'раж ол да ойымадан бірді. Алай қайсы қалай айтса да, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан, яғни асхабларынан ала ол күнні еншілегенділе, ол күнні байрам еткенділе деп бізде шағатыбыз жоқты. Ол затланы барысында айтып күрешкені біздің мағанасы не деді? Аны мағанасы жаңыңызда бірді. Аллах субханаху тағала бір затыны бізге бұйыры есе, бір затыны сүннен айты есе, аны кесіні ол içinde бұқтырылған мағанадан бір жанына кетіп, болмаған затланы құрап төгерегіне ішіліп, кесібізге шериатла құрап, нек башларға керекпіз. Салатур раайбны етерге керекті деп, бір жылдан екінші жылға дер сақлағалла барла. Ол күнні құтыл тұмағаллайына етейік деп, аны марағалла бардыла. Алай Аллах субханаху тағала Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға бұйырған кезіні шериатында бір түрлі шеклік болмаған. Аңа шағатла Құр'анда бұла, әм хадиследе, Бухариде де, Муслимде де, әм башқа жиымдықлада, ол хадислеріне түздіктеріне шеклік болмаған жұмышланы негесе де марамайбыз. Негесе де біз алаңызларынан қумайбыз, аланы сақламайбыз, мен бұл затыны етмегенлей қоймайым деп, ол ақшылықны сақлап тұрмайбыз. Ол дінде болмаған заты халқын ішінде жайылғалайына барады. Ражаб ай башланған күні бірінші күнінде сөйлешелі. Бір сейір күн барды деп айтадыла, ол күн не күнді не терек керек мен дейді. Аперім дедім. Зат терек керек түйсі. Ары деретмегеніңі не зат не терексе? Намаз жоқ, ораза жоқ, халал жоқ, харам жоқ. Ражаб айда бір сейір зат барды етерге керекті. Бір сейір кече барды. Ол кечені құтылтмағалайына намаз етсем, хар заты да тамамды. Ол жахиллік түйілмеді. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны атасы бұла анасы үйдегілі болған кечет дейді. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны атасы бұла анасы үйдегілі болған кечені марамада. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам кесіні үйдегі болған кечелерін ек марамайса? Ола пайғамбарды. Пайғамбарны сыйлылығы бұла, намысы бұла, даражасы бұла, атасы да, анасы да қайда болғанларын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кесі хадисінде айтып қошағанды. Аланы үйдегілі болған күллерін да сыйларға керекті де бізге қайдан шығарғансыз? Бүтінді 5-ші өмірде. Хижраны 5-ші өмірінде шыққан Таурухла. Ол затлаға кесі бізні заманымызын да, ақылымызын да, сезімімізін да беріп, аланы сыйлап, Аллах субханаху тағаланың шериатында болған затыны нек марамайбыз. Дені біз барысы да Таурухла бұла, өтіріклі біле, құралынған жомақла бұла болып нек қалғанды. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның шериаты олмуды? Кім нейсе де үйленген кечесінде бұлай етерге керекті, кім нейсе де туған күнінде бұлай етерге керекті, олмуды біздің дініміз. Аллах субханаху тағаланың кесіні китабында айтқан бұла, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде айтқан сөзлері бізге тамам түйілмеді. Мұхаммад пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын кесіні хадисінде айтады. Құры қайтарғалайына тұрабыз ол хадисіні. Мені бұйрығым болмағалайына кім не зат етсе де ол азына қайтарылыр дейді. Мұхаммад пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын бұйырғанмыды ол намазыны, ол оразаны. Асхаблары еткен мілі. Ала етмеген еселі. Сен да мен да небек ұлы ақыл тоқмақ болсақ та, кім бергенді бізге еркелік, ол дінде болмағанны салырға, ол дінде болмағанға халқны чақырырға. Аллах субханаху тағала сілі кітабында айтады. Айт дейді. Аллах субханаху тағаланы сүйсегіз, мен ызымнан барығыз дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ызымнан барығыз дейді. Аллаху тағала о заманда сізін де сүйер дейді. Ол пайғамбарыңызы бұла барған, ол мұды біздің жолыбыз,
оғысы Таурухланы ызыннан барғанмыды. Ражаб айны ішінде төгерегінде түйілі жаңызда Таурухла. Таурухларыбыз алқыншы алдалла көп айтырықпыз. Айлада да, күлледе де, жерледе де, замаллада да болмаған затланы құрап адамлаға шерият еткелейіне тұрабыз. Ала барысы да қарусыз хадис болса да ақшы ішке бұйырған хадис есе хайырланырға боллық бұз деп аны сыртында бұғабыз. Фи фадаилил ағмал. Шериятны ақшы жұмышыла бұла башқаға айырға кем еркінлік бергенді? Барысы да бір шерият түйілмеді. Ибн Хаджар айтады. Ибн Хаджар шериятта қарусыз хадис біле қайырланырға жарамаған үсіннен айта шағатла келтіре кетіп, ақырында айтады. Кім берген дейді еркінлік шериятны екіге бөлірге? Жартысына қарусыз хадислі жарамайлы, жартысына қарусыз хадислі жарайлы деп. Кім еркінлік берген дейді? Бізді Аллаху субханаху тағала кесіні сылы аятында айтқанша, біз түшірген, біз әскеруіні біз сақларық біз дейді. Ол Аллаху субханаху тағала келген, пайғамбарға келген шериятны сақларықты деп инаны есек. Сора ол өтірік, қарусыз болмаған хадисini алып, анызынан барған керек біз. Қарусыз хадис не болғанын білемісіз? Қарусыз хадис ол Мұхаммад пайғамбар Аллахың саламы аңа болсын, ол сөзіні айтқанды дегенге ұлы шеклік барды. Айтқанды дегенге 100%-тен бірненче процент барды. Айтқан дегеніне, қалғаны айтмаған дегенге ауады. Діні бізні жаханымны әрнінде ішлергенек керек біз кесіміздің діні бізні. Жаханымны әрніне дер жетіп, оқу аусам ауарма, аумасама ақшылық болур деген не кетерге керек біз? Түбі да қаты болған, қаты мұрдору болған, түз мұрдору болған жерде діні бізні ішлергенек керек түйіл біз. Аллаху субханаху тағала жүректерімізді Аллаху субханаху тағаланы дінін керектесінше аңлап, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның шариаты бұла түз жол бұла барыча, жомақланы да, таурухланы да, өтіріклені да, қарусыз ойымланы да алға салып, кесібізні жашау жолы бұзыны, ола бізге бір кере беріледі. Керексізге өттірмесче Аллаху субханаху тағала бар бізға насып етсін. Ва саллаллаху алейхи Мұхаммад ва алейхи ва саллям.